20 ғасырдың басында өлкеде қазақ халқын біріктіру мен болашақта мемлекеттілік дәстүрін қалпына келтіруді көздеген күшті ұлт-азаттық алаш қозғалысы пайда болды. Бұл қозғалыс дәуірдің жаңа талаптарына, шаруаларды жаппай қоныстандыруға, байырғы тұрғындардың қайыршылануына, дәстүрлі қоғам мен шаруашылықтың күйзелуіне, орыстандыру мен христиандандыру саясатының күшеюіне және жауап ретінде қалыптасты. Алаш көптеген түркі халықтарының, соның ішінде қазақтардың аңыздық ата тегі, кейіннен ұлтты біріктіруші және тәуелсіз қазақ мемлекетін құру идеясының негізіне айналған атау. Алаш қазақ жауынгерлерінің жауға шапқандағы жалпы ұлттық ұраны да еді. Бұл термин сонымен қатар адамдар бірлестігін, халық дегенді, қазақ сөзінің баламасын білдірген. Алаш қозғалысының бастауында оқыған қазақ зиялылары тұрды. Алаш идеясы алаш көшбасшыларының еңбектерінде баяндалған кейбір қағидалар төңірегінде қалыптасты. Ол қағида бойынша біріншіден, жер қазақ халқына тиісті мұра, оны жекеменшікке беру мен сату туралы сөз қозғалуы мүмкін емес. Екіншіден, жер үсті мен астындағы бар байлық қазақ мемлекеттілігі идеясына қызмет етуге тиіс. Үшіншіден, Қазақстан толық экономикалық еркіндік алуы, шикізат өндірісінен жергілікті дайын өнім өндіретін өнеркәсіпке өтуі керек. Төртіншіден, мемлекетте қазақ тілі, мәдениеті, діні, ғұрыптары мен салт дәстүрлері үстем болуға тиісті. Бесіншіден, ұлттық мемлекет ғылымға, басқа мемлекеттер жетістігіне, ұлттық дәстүр мен ғұрыптарға негізделуі керек. Алаш партиясының құрамына ғылыми және шығармашылық зиялылардың көрнекті өкілдері Мұхамеджан Тынышпаев, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Қарашев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Ғаббасов, Ермеков, Жаһанша Досмұхамедов және көптеген қоғам қайраткерлері енді. Партияға қоғамның әртүрлі саласының өкілдері, студенттер, мұғалімдер, қызметкерлер, дін қайраткерлері және тағы басқалар кірген еді. Алаш өкілдерін кейіннен кеңес өкіметі қуғын, сүргінге ұшыратты. Шамамен алғанда партия мүшелерінің жалпы саны, оны қолдаушыларды есепке алмағанда 1000-ға жуық адамды құрайтын. Алаш партиясының мүшелері большевиктердің идеялары мен құндылықтарын қазаққа жат құбылыс ретінде қарастырып, қабылдамады.